Іздер. Тікшелеу жасыл беткейдің орта тұсына келе бере, Несіпбай аттан түсті. Айналаға көз салған жоқ. Әлдеқандай ой басқан күңгірт жүзі бүгін бірде-бір рет көтеріліп, мынау кең дүниеге қараған емес. Көзін ылғи төмен салып, жүзі де салбырап тұқыра берді. Сол еңсесін көтермеген бетінде атының ауыздығын алды. Құйрығын тірсегінен келтіре шорт кескен күдіс торы ауыздығы алына салысымен басты жерге салып, атқұлақ араласқан көк өлеңді борт-борт үзе бастады. Несіпбай мұны шаужайлай түсіп, тапжылмай отырып, шылбырмен тұсау жасап, аздан соң тұрып, сауырынан сол жағалақанымен ақырын ұрып қалғанда, торат өрге қарай секіре басып өрлей берді. Тұсаумен секірген сайын ұзындау кекілі көтеріле түсіп, желп-желп етіп дөң басында әлдекімге торы аттың здравствуйын айта бара жатқан сияқтанды. Ауыздықпен үзеңгі тұрман сылдырлап барады. Несіпбай қырын тұрған бетінде сол жақ иығына мойнын бұрып, ер тоқымын бүлдірер ме екен деп ойлай түсіп, ұзап бара жатқан аттың соңына қарап, баяу басатын сылбыр ой енді жиылып кеп бір байлау жасағанша ат ұзай берді. Несіпбай дағдылы шабандықпен біраз дағдарып тұрып қалса да, ойын жеңген ол емес. Еш нәрсені абайламастан бетін қайта бұрып, енді ойға қарай аяңдады. Жарқыраған қызуы мол шығармақ май күні мынау. Бөктер қызғалдақ атып, гүл шашып, көк майса шөбі иін тіресіп тұрғаны міне мынау. Мөлдіреп, жаудырап ағып жатқан көк қасқа бұраңсу анау. Соны бөктер, әлі қылшығы құрғамаған, бір тал шөптің мұрты сынбаған деген осақ. Ай, бірақ көпірді кім білет? Несіпбай көңілінде күдік көп, сен алмайды. Запыс боп зырға қалған, аяғын төмен қарай басып, екі басып келе жатып, көзмен ылғи көк шөп ішін тінтіп келеді. Көпір шытыр тағы шығық балама қайтеді сопаң етіп сескенгені сол. Не де болса күдіксіз тау, таудың өзі жақсы еді, амал не? Көк тұман мен алыс ақ бұлттарға қоршалған ана бір айдан төскей, анау бір алып тауға көз қырын тастады. Қырлы қыс етектен түре қуалап, қаңғып шығып тау басына тізе бүгіп, арты малып отырып қалды. Жалынғаны меңіреу аспаны, сүйгені суық бұлт. Қыс пенен көктемде шаруаның қиыншылықпен бірге қабаттап, арқадан қысып, әлекті салып ең. Кетші, кете түсші дегендей боп, тау жотасындағы қыс белгісінде өшпенділік пен суық қарабап, Несіпбай қайтадан аяқ астындағы шөптерге тесіле бастады. Бір мезгілде аяғы тайып кетті. Оң жақта бір күдікті көрінген шөпке қадалып келе жатып, аяғының астындағы тікше тайғақ кемерді байқамай қапты. Қол аяғы ербеңдеп, аз ғана қалбақ қағып қалды да, бір мезгілде артымен жалп етіп отыра кетті. Шапанының етегі де лап етті. Қалқайған қастекі қара бөрік басынан ұшып, бетіне ойды қуалай төмен қарай зырғақты. Несіпбай есін жиғанша төменгі жағында бірдеме дүр-дүр етіп, желгінгі өрттей лаулады. Есіне сонда түсті. Кемердің астында жусап жатқан қой қозы бар екен. Құлағанда соны үркітіп бей-берекет қылыпты. Несіпбай көк шалғынды уыстай ұстап, өрге қарай тырмысып қайта тұрды. Көкейін кескен өзге емес, құлар алдында бір күдікті көз шалып қалған. Сол араға келе бере шөге қалды. Айтпаппен пәле деп, міне кәпір құзғынның өзі деп, бір топ шытырды жұлып алып жерге атты. Сол кезде мұның ойға барып түскен бөркін алып Күзембай келді. Оның сыбдырына бұрыла бере Несіпбай, көрдің бе қырсықты дегенде өздеріне мәлім жайлы іле жөнеліп, атама, бар демеппем, бар, тек амандық берсін деп, титі құрған амалсыздықпен күрсініп алды. Қараң қалсын, қараң қалғыр деп Несіпбай барлық үлкен денесі өне бойымен бір үлкен дағдарыс белгісін білдіріп, жалаң баспасын сол қолымен сүйеп мелшиіп қалды. Оң қолы әлдеқандай шөпті алып, қалың жире мұрттың астына кіріп, қажетсіз, себепсіз түсін шұқыды. Бұл да Несіпбайдағы дағдарыстың серт белгісінің бірі. Екеуінікі де аяқтарының астында аз төменде ерекше мөлдір сулы тастақ өзені жатыр. Екі жағы майысқан әдемі көк балауса, айрықша бір жарастығы бар. Бір келкі өскен алгүре шалғын.
сол екі жағада жоғары төмен созылып, түскі жусауын өткізіп, совхоздың бір сақпан қойы жатыр. Екеуінің міндетіндегі қой, бұлардың есі дертін билеген, ойымен бойын түгелдей жеңген жалғыз уайым, жалғыз мұң осы қойлар мұңы. Үстінде тұнжыраған көк мөлдір күмбез май аспаны, сондайлы көк мөлдір тұман, сағым ішіндегі қиял тауы Алатау. Қиыршық құмды таза арнамен сыбдырлай түсіп, шалғын қуалап, жағасын желкілдетіп аққан қасқа бұлақ. Жота-жотада бұлаң-бұлаң етіп жайқала түсіп, құлпыра толқып тұрған қызғалдақ торғындары. Өзектің салқын лебімен ырғала түсіп, оңды-солды толқып жатқан жоғары төмендегі көк шалғындар. Жүздеген әндер мен шырыл қаққан әлде қайдағы торғайлар, Алатау гүлдерінде мың түсті болып жалт-жұлт етіп ұшқан көбелектер, бәрі бұл екеуінің қазіргі күйінде көздеріне көрінбейді, сезілмейді. Ақырын өсіл өз бетімен өтіп жатқан есепсіз, әсерсіз, мағынасыз бір ағымдар. Екеуінің көзі де қойда, әсіресе қозыларда, бәрінің де үстері және де су болған. Марқа қозылар мен шуда жүн еділбай қойларының үстері бүгін мына ашық күнде аз құрғаса да әлі де сыбасып тұр. Шайыры кетіп, жауынға шайылған жүн, жаңадан жылаған көздің кірпігі жабысып, жасаңсып тұрмай ма, соған ұқсайды. Бүгін қазір Нысанбайдың іші де сондай жылап тыйылған, жасын іріккен іш тәрізді. Сондықтан ол қуана алмайды. Кеше соққан сеңнен бүгін әлі серге алмайды. Үндеспей ұғысады. Күзембай күйде сол, келбетті сары түсті, қырма сақал қой көздің Несіпбайдың бет ажарының бәрі қазір ерекше тереңдеп тұр. Әр жерінде көкшіл көлеңке бар. Кейде белгісіз тістеген уағында шеке самайына шейін бүлкілдейді. Бастағы төмен, етті қалың қабағы зорға ашылып, зорға жұмылған сияқтанады. Елестеп кешегі сурет келеді, көз алдына келе береді, іркіледі. Ыза ма, өкініш пе, әлде өкпе ме, не дерін білмейді, көнгісі келмей тұрсады. Бір минутте ішін сары тілген өткір сезім біздей сұғып шаншып өтті. Мол денесі белдемеден оқ тигендей бүрісіп құрыса берді. Қабағы тастай түйіліп кетті. Есіне алғысы келмей өзімен өзі алысқан тәрізді, бірақ болмады. Кешегінің суреттері қорғаншақ ойдың таса-тасасымен бүкшиіп, бұғып, баспалап, бірі артынан бірі келе берді. Совхоздың өндіріс кеңесет, халық мол, жауапты адамдар, директор, ферма бастықтары, политотдел, үлкен шабандар, бәрі де күйзеу, рабочком мен Зылиха. Өзінің Зылихасы, талай тар кезең, тас кешуде бірге өткен Зылихасы. Ұрғанда мені сен ұрдың ау, мұқатайын деп бедің, не кегің бар еді, не жазып ем деген сияқты өзін ақтағысы келген өкпе аралас кінәлар бірі үстіне бірі тықпалап, алғашқыда Зылиханы бүгін жеңдіріп бара жатқан сияқтанды. Жоқ, ол құр ашу, қара боран ғой, қазақшылық қой деген бір күдік тағы шығады. Не көрсем бірге көргенім рас, жолдасың екенім рас, бірақ совхоздың міндетті қызметінде отырып, кеңестің саналы азаматының қатарында отырып, сені құр бай ма екен деп ақтай берейін бе? Өйтсем өлгенім артық емес пе десе қайтем. Пай-пай, ащы да болса шынау. Несіпбай дағдарып барып күрсінді. Құр түсін шұқиды, түкіре береді. Қасынан Күзембай тағы да тұрып кетті. Оның расақ болсын. Ал қатты айтқаның не? Айтпай қайтушем. Айтқанда не дедің? Мен жаман жақсы болсам да Несіпбай емеспін бе? Совхоздың жаманы мен бедім? Қиялама. Оның қара дау дегендей болады Зылиха. Тағы күрсінеді Несіпбай. Тағы қабақ түйіліп, іш шаншып кетті. Не қарап жүрдің? Не қарап асты? Жас күніңнен көрген баққаның қой емес пе? Шүтір болса алғаш көріп отырғаның осы ме еді? Байдың қой қозысын бағып жүргенде бір күнде өстіп 10 қозысын өлтірсең не көрерің? Апырай, ең ашың осы болды-ау. Қамшыладың, дүреледің-ау, бәлем қатын. Осыныңа егескенде осы деп. Қажырланайын десе де Несіпбай, пәлен етіп жіберейін бе дегенді айта алмады. Қайтадан сұлық түсті. Өзін өзі басын изеп, сені рас, ал жеңдің дегеніңе жете бер, мейлің. Бірақ бұ да ауыр, өкпе кінә, тағы кішкене көтеріңкіреп. Кінә болса кінә, иә. Ал бәрі рас.
Сонда мені баяғы бай қатынша адуын, көкайыл, дүние қоңыз қожайын бәйбішеше жерлегенің не? Ал дей бергенде Зылиха көз алдына отырғандай малдасын құрып, шаншылып қоқиланып алды. Бәлем осы арада қысылмай аман қалшы деп сұрланып талды. Сырт қарағанда Зылиханың бұл әлсіз жер екені рас. Ол бұрын осы бөктердің нақ осы тастақ өзенінің иесі болған Дулат байы Жүсіптің қатыны болатын. Бірақ болған не керек? Оғанда Зылиха қосылмайды. Өкпеш дәукес қой, шын жайды еске алған сайын отылып, тоналып, жұтай берді. Бай болғанда қойлы бай, бірақ сасық, дүние қоңыз құнсыз еді. Зылиха үш қатынның бірі, жастай алған, малға қызықтырып, кейдей сорлы әкесін әрі алдап, әрі сызын өткізіп, қорқыта жүріп алған. Кәрібай Зылиханың жарық күні түнге айналдырған. Жанар отын сөндіріп, тіршілігін күл беттендірген. Жар қызығының орнына көн боп кепкен кәрі шал Зылихаға мал қызығын ұсынды. Осыны өзге емес, сол қатынның қойды ертелі кеш тынымсыз бағып қағу, қозы алу, қозы салу, қой сау, құрттаған биттегендермен алысу, шалдың айғайымен бірге секіріп тұрып, түн ұйқыны төрт болып, қалғи шылғи жүріп, сарала етек болып сарпыру. Зылиха ойлап көрсе де, ол бір шынымен сатып алынып, мал соңына салынған атсыз, тәңір жарлықағансыз малшы, күң малшет. Мұның бойындағы жастық ажарын сындырып, жас қандағы тіршілік отын өшіремін, жоямын деген есеп еді. Сонда шіркін, Құдай кәні, бір қасқыр қатты болған қоныста, жаңбырлы күз түнінде қой шетінде күзетте отырып, әлі күнге сырт дүниеден бүркеп тығып сөндірмей келген өмір шырағын ыстық жас құшағымен бірге саған бермеп пе еді Несіпбай-ау? Екі еңбекші, екі бейнетқор қолы түн қараңғылығының, өмір қараңғылығының ортасында бірін-бірі сипалап кеп таппап бет, шын табыспап бет, берік ұстаспап бет, көрген баққаны сен емес пең? Жирен мұрт болар болмас күлкімен жиырылып, басы да бір-екі шұлғандай болды. Арты 17-ші жыл. Әйел бостандығы. Бұрын шеңгелдеп тұтқан ескі құрсау, енді ең болмаса босағандай боп екеуінің етегіне кеп оралды. Бірақ 17-ші жылда қосшы одан партияға кірісті. Бұлар жеңді. Содан Зылиханың табаны тайған жоқ. Жүсіптен алғаш көргені кесел болса да, бергелі басқа нәрсеге айналды. Бейнетқордың бәрі ететін ащы тәжірибе, өмір сабағы болып, өміріне жол азық болды. Кешегі қиын ішінде Несіпбайды бетке ұрған, қамшыдай шиықтырған Зылиха сөзі. Зылиха мінезі өзгерген, өскен, Зылиха мінезі орынды, айтар дау жоқ деп аз тұнжырап отырып, құрсын деді. Жеңілгені көнгені. Арқасы шилі болған аттай шыға қап тұрсың-ау, ескінің сазы деп өзін өзі бір тежеді. Мойын қатып сіресіп тұрғанымен, ақыры шындыққа көзің жетіп, қиында болса енді көп ойласып барып, соған көнудің өзі де көңілге бір медеу емес пе? Ойлап, талдап шықпаса да, Несіпбай осыны көкірекпен сезеді. Қалтарсы жоқ. Томарыла кететін мұрт көңілінде ол шыншыл әділ болатын. Бас кетсе де, дұрысты дұрыс деу түп қазығы. Кешеден ішінде дүмбілез боп, шиеленген түйіндей боп байланып, бір ызағып, бір өкпелетіп, біресе ашу шақыртып жүрген бір жай осылайша шешілді. Қой жусап жатыр. Тоқ бүйірлері солықтай түсіп, ыстық, ашық, жайлы күннің астында көз жұмып күйіс қайырсады. Қозы лаққана біресе өзенге барып тамсана түсіп, бастарын жерінгенде шұлғи тастап шулайды. Біресе енелерінің айналасында қойқақтап, секіріп, ырғып ойнақ салады. Өнген өскеннің жарастығын даттап, көрікті дүние енді ғана Нысанбайға жадырап қараған әлбетті. Сөйткенде кешегісінің тағы да бір толқыны лық етіп сырғып келді. Ол жиынның түйіні сол еді. Кеше таңертең осы қойдан соң Күзембай Несіпбай отарынан сазандай 10 қозы өлді. Көктем қалың жауынды боп, көк қаулап қатты өсті.
Ол шытыр деген ушөп. 10 шақты күн болды, сол пәле білінгеннен бері ферманың бәрі қой өлтіре бастады. Қыстан жаға жылынып, етек жыртылғандай болса да, тіс тырнақтай салып малды түгел амандап шыққан қой совхозы енді совхоздың барлық еңбекшісі үмітті де қуанышты. Өздеріне сенім бітіп, еңбек жанғандай болып, тіршіліктері күле қарағандай еді. Мынау өлім күтпеген пәле болып жаман ұйлықтырды. Ферма қашар қайда барарын білмей, шытырдың бабын табылмай сеңдей соғылды. Мамандар індеп себебін шытырдың бітіммен тек затын зерттеп жатыр. Бірақ не керек, қой өліп тұр. Екі ферма шытырдан құм таза болар деп 40-50 шақырым жердегі құмға қашты. Несіпбай өткеннің бір тәжірибесін еске алып, бір қабат тауға кіре тұрсам не етеді деп өз қашарын алып, сол мына тұманды төскейге өрлеп еді. Шытыр болмады. Қой өлімі жоқ. 3 күн аман өтті. Совхоздан қысылған күнінде талай рет осындай шығыс тауып жүрген Несіпбай еді, көңілінде қуанышта, мақтанда кіре бастап еді. Бұдан да қырағымын. Жырындым деген Жартыбай шабан құмды сағалап, алысқа мойын созса, бұл совхоздың жалпы жоспарын бұзбай, жақыннан ақ шығыс тапқан сияқты еді. Бірақ дәл кеше сол Жартыбай есебі дұрысқа шыққандай боп, бұл бір тосын апатқа ұшырап қалды. Таңертең күн ашық болды. Тау қойына ешбір жаман ырым шеккен жоқ. Меңіреу, тілсіз, дүлей әуе не бүккенін кім біледі? Қой қозы тырандап, Қарашаттың бірттік бетінде шашырай жайылып жатыр еді. Мал ортасында Несіпбай өзі, және Күзембай мен басқа да 2 шабан болатын. Тау оты қой бүйірін күн жайылса да қампита қапты. Соны тамашалап жүріп, айналаға көз салмап еді. Ол сәске кезінде құмнан, теңіз жақтан сайтандай болып, болымсыз сұр бұлт шықты. Шығысы мен батыстан індеттей боп, сүріне қабына асыққан тәрізденіп тауға қарай ұмтылды. Барған сайын құрдым шөлбетті емес, жұтаң сұрлық қойланып қалыңдай берді. Тау ішінде жүріп бұлар байқамап еді. Бір сәтте аспанның қақ жартысын басып, жоғарыдағы биіктің басын қоршап алды. Алдамшы күні сөніп, әлде қайда тығылып кетті. Еш жиғанша болмады, шатыр-шытыр найзағай ойнап, алғаш соққан жел лебімен бірге нөсерде құйып берді. Секунд сайын аспаны мен тау қоса күңірленіп, Алатау бүгін ғана қайта туып, жер астынан енді ақтарлы шығып келе жатқандай болды. Қой қозы біресе аға жөнеліп, біресе дүркіреп бастарын ныққа бұғып, жонын төсек көрді. Бишара жас қозы ене бауырына басын тықты. Кейде нақ төбелерінен жарқ етіп, шарқ еткенде ерліп, ықтап тұрған қой дүркірей беріп, жарылып та кетеді. Несіпбай мен барлық шабан қатты састы. Енді Несіпбай ойынан жортып өткен күндердің бір үзігі: ай, жаңылма сигедім, Жартыбай кәпір айтып еді, сол ақыл таппаса егет бұршақ деп еді-ау дей берді. Шығысыға есі басшы болғаны ма? Аузын жиғаны солақ екен, нөсіршін бұршақ, мұз бұршаққа айналып сала берді. Кез қалпақтың сыртынан сатырлатып ұрып барады. Барған сайын соққысы қатаң, жерге түскені шоршып түсе бастады. Күнде сәттің ішінде суыта берді. Айырлек беттау кәпір, жазым қылмаса егет, кесектеп кеттау. Енді қайттық, қылдау қылысын дей берісті. Сол арада Несіпбайдың көз алдында енесінің бауырына артын тығып тұрған қызыл қасқа қозыға бір кесек бұршақ қара құстай сақ етті. Сол секундта жас қозы ыршып барып қалпақтай түсті. Сұп-сұр боп бір сәтте қартайып кеткен Несіпбай жүзі енді бір оймен есін жиғандай болды. Жаңа қозыға қарай тап беріп, шөкемай, бишарамай деп кеп үстіне өз денесімен төне беріп қоршай қалды. Болмады. Бұл алғашқы ғана тұяқ серпу сияқты еді. Осыдан соң есін жиып айқай салып, бар қойды бір араға шиырық ируге тырысты. Орындарынан тапжыла алмай, ес шығып қалған қойлар оңайлықпен иірілмеді. Әйтсе де барды салып, қарбаласып, жанталаса жүріп, 400-500 қойды болса да бір араға шоқтай қып иіріп алды. Жалғыз айла, Несіпбай тапқан айла осы еді. Иірілген қойдың іші ұсақтарына, қозылаққа пана болды. Соққыны қатқын сіңір үлкен қойлар ғана көретін болды. Бірақ керегіне қырсықты таудың бар бұршағын бір өзінің басына алудан тартынбас еді. Дәрмен, талап, бәрі ақтарылып, төгіліп қалғандай болды.
10 қозы өлді. Өзге талай қозы әлсіреп, миы айналып мүгедек боп қалды. Кешегі жиында Несіпбай басын сарапқа салған осы опыт бүгін міне қайта қашып, тауды адыра тастап, тағы балаққа кеп отыр. Сенбейді, шытыр мынау. Қойдың алды өре бастады. Бір шеті өзеннің арғы жағындағы қырға шығып кетті. Күзембай сонда жүр екен. Несіпбай орнынан тұрғанда ойдағы қойдың бәрі өрді. Сонда көрді. Ойлаған күдікті күттірмейін деген екен. Ва, кесел, оттан қашсам суға ұрындырдың ба дей берді. Әне, ана қой тулап жатыр. Жүгірді. Белгілі іші кеуіп кетті. Уланған қой торсиып, дөңбектей боп, іші шаңырақ атып кетіпті. Жүгіре басып, жанынан дәрігер берген бізді түтікті суыра келеді. Анадан Күзембай да бірдеме деп дабырлай жүгірді. Ол алыста, жеткенше қашан. Келісімен ана қойдың сол жақ мықын тұсын белгілеп ап, бізді сұғып жіберді. Тір қойдан қан жын иісімен бірге пысылдап, атқылап, жел де шығып жатыр. Бірақ тоқ қарынның жыны быршып, сыртқа шыға беріп, тесікті бітей бастады. Іштен шығатын жел дыбысы басылып барады. Енді түтік орнату керек. Соны көтеріп, орната берем дегенде, оң қолы сылқ етіп түсіп кетті. Бағынбайды. Өз денесі емес, жапсыра салған бөтен мүше, жансыз киіз тұлғадай, сүлдері құрып суынып кетті. Әлсіз боп, тарбиып, ашылық балған саусақтарының арасынан бізбен түтік қабатымен жерге түсті. Несіпбай жылағандай боп, сол қолымен бетін басып отыра кетті. Аздан соң ана қойды Күзембай келіп баурап алды. Несіпбай шөккен күйінде отырып қалды. Қол, оң қол, ескінің бір сызы сенің басыңнан да кешкен екен-ау. 20 жыл өкшелеп қуған алғыр жүйректің тізесіне шыдамай, ақ қасқырдың белі бұраңдап, тілі салақтап, титығы құруға айналған кезет. Арқамен құмнан бетін қайырып айдап шығып, қызыл қыран енді ілепсі Қапал тауында қаусырмалап, желпіріп кеп, қайранға соққан шабақтай белін опыра бір теуіп тояттамақ еді. Қуған, мегдеткен жайының ығы кетіп, құйрығы сөлектеп, шұбалағаны әлде қашан. Сол құйрық сүйретіле барып, Қапал шыңына кірген еді. Енді шығар ауызда тысқа жаншылып, сығымдалып, басып қалмақ болып, батым шеңгел лап берді. Ол күнде қызыл партизан Несіпбай зеңбірек, пулемет, винтовка үңгірін бүгінгі қойларының маңырауындай сезінеді. Ертеңгі кешкі тіршіліктің тыныс дабылы сықылды. Топ ішінде ақтың соңғы отрядын тас інге кіріп бара жатқан Ақшуланың құйрығындай көріп, қызыға желіге қуып келе жатыр еді. Тұяқ серпіні тас ұшыраған қызыл отряд қалың шыңның ішіне ағындап бата кіріп, жаудың алдын кесіп алмақ болды. Құйрық атыра шекараға іліне бере өкпе тұсынан үңілген қызыл сүңгіні көрді. Екі жақ асу белдің қойнауында темір болат тістерімен қарш-қарш шайнасып жанталасты. Күн, түн күн болып кетті. Арттан көмек жете алмады. Адасып кетті ме, әлде басқа бір топтың таңдығын жыртып қармалап жүрме, соны көбақ отряд бөксесін тасқа тіреп алып, жота жүнін мыңдаған найза қылышпен үрпейтіп ап, қатты алысты. Кетер аяқ, кетпен таяқ ет. Несіпбай эскадроны 200 күші, жау құрсауы соның алдымен артын төңіректеп, бір жазылып, бір шумақталып орай берді. Өне бойын дала-дала қылған қырын шеңгелінің ең болмаса бір өткір тұяғын шайнап кетпек еді. Эскадрон таршатқа бекініп алды. Жіңішкелеп аққан бұлақ суы таныс еді. Бірақ екі жақтағы кереге биік пен осы кішкене сайдан басқа таудың бәрі бұларға жау болғандай өре тұра келді. Күндесіні шыж етіп, өлім атойын салып, жау оқтары зуылдайды. 14 күн ұрыс болды. Өмірге қош болын бір жолата айтып алған партизандар қажған, талғанын білдірмей тұрып, қалың жауға төтеп берді. Бұл шат талай ақтың көрш шаты болды. Орнығып алған соң эскадрон екі бетке жоғары төмен мергендер жатқызып, жоталардың 2-3 жеріне кезекті жерлерге пулеметтерді төсеп қойып, басы қылтиған ақ тобы болса ұстарадай жалап түсіп тұрды. Күндіз талай қызығып келген ақтар топ-тобымен шыбындай жусады. Бірақ күдігі
Қаупы көп кесел кез, ылғи қара түн, тауышының түні, мызғымай қақап тұрған сақтық сонда керек. Несіпбай сол 14 күннің ішінде ұйқыны ұмытты. Анда-санда 20 минут, жарты сағат қалғып алып баса береді. Алғашқы күн ғана ауыр болып еді. Содан әрі қабақ қатып алған соң ұйқыда дәнеңе емес екен. Не ішіп, не жегендері мәлім емес. Әйтеуір соңғы 3 күнде жалғыз суды ғана нәр қылды. 4-ші күн дегенде артынан жеткен қолдың сарыны келді. Дос зеңбіректер тау іргесін сөгілдіріп, жөткіре тіл қатты. Кірпік шешен асаймын деп, қыңсылап шығатын жайын аузындай боп, ақтың полкі өтесінде енді көрді. 800 кісіні эскадрон бекінген шаттың айналасында қырғызып, селдіреген сұйқыл топпен зорға дегенде бөксесін сүйретіп барып, асудан асып жығылды. Міне, сол 14-ші күнге қараған түнде таң алдында ақтар тағы бір ышқынып қаусырмалап еді. Жотаға шығармаймыз деп 20 кісінің ішінде Несіпбай да ек артпаға өздері шығып атысқан болатын. Сонда дәл осы оң қолына шынтақтан жоғары қалың ет пен сіңірдің арасынан оқ тиді. Апат қырғыннан жаралы боп қайтты. Ақтың арты сол Жетісудың пәледен арылғанында осы еді. Қазарма олақ дәрігер жүре емдет. Оқты әлденеден ала алмады. Беріш боп қала берді. Алғашқы бірер жыл ауырсына жүріп ұмытқандай болып еді, бірақ қосшының бір тойында серке тартып жүргенде білегінен жылым шыққан ақты. Ет қызуы қайтқан соң сезе бастады. Баяғы жараның орны ендіге ашылды. Шешініп қараса, оқ жылжып жара тыртығының аузына келіпті. Жолдасына пышақпен тілдіріп отырып, жау белгісін алдырып тастады. Артынан жарасы көпке дейін бір ашылып, бір бітіп көп әуреледі. Қашан зақым келгені мәлім емес, әйтеуір содан соң сіңіріне дерт араласты. Оң қолы қайырымға келмейтін болды. Кеше күндер қырықтыққа араласа алмай жүргенінде сол еді. Бүгін енді міне, жан таласам деген жерде мүгедек қып, кем қып отырғаны мынау. Осы қолының өзі ана сол қолынан артық. Басын шайқап, ай ескінің сазай кәпірай деп, оң жақтағы жотаға қарай мойнын бұра берді. Ат пысқырынған еді. Алаяқ керге мінген политотдел Рақым екен. Оның артынан ақтанау атқа мінген Құлжатайда көрінді. Жүсіп қолында малшылықты бірге өткізген, жаңағы Қапал тауының шатында тағы да қасында боп, ажал лебін бірге искеткен партия қосшы тобіне бірге кіріп, қатар жасасып келе жатқан кәрі досы. Ол мына жердегі Шақпақ колхозының бастығы, осы совхоздың шефтігіндегі колхоз. Бұ да бір мұңмен келді-ау. Әйтпесе мына науқан үстінде күндіздетіп, бос қыдырып, уақыт өлтіріп жүретін Құлжатай ма дегенше жақындап келген Құлжатайдың жүзі көрінді. Шынында оның арық жүзі сұп-сұр боп, қабақтары қалың ажым мен айғыз боп алыпты. Политотдел ашаң жүзді жас жігіт бұған жаңа кездескен екен, оның көрмегені Несіпбай еді. Әдейі осының қойын көріп, енді не ойлатынын білмек еді. Болған күйлерінің түп себебін ұғынбақ. Қой қозыны аралай жүріп, үсті-үстіне сұрақ берді. Неғып осы бір болымсыз бұршақтан сонша қозы қырылды? Баяғыда да өлуші ме еді? Құлжатай Несіпбай көрген қазаны естіп, бұрында күйініп еді. Бұрынғының не керегі бар? Өлтірсен надан, сасық бай өлтірсін, біздікі не деді? Бәсе, оның өлтіргені сын бекен? Жұбаныш жоқ деп Несіпбай өз күнәсін ауырлата түсті. Жоқ, сонда да білейік. Білдіріңдерші деп Рақым қадала берді. Өлтіруші еді. Бірақ мұндай деп Несіпбай осы өлімнің себебін ойлап соза бергенде Құлжатай, бірақ мұндай қауырт өлтірмейтін деді. Рақым тағы да іле жөнелді. Себеп не? Себеп, сол себепті ойлап келем деп Несіпбай оң қолының оқыс ауырған жерін сипап тұрып, себеп ескінің сызыма деймін деді. О не дегенің, қандайсыз? Деп Рақым басында түсін алмады. Құлжатай да аңырақ болған еді. Көз алдымнан өткіздім ғой, кешегі зоотехниктің бір сөзі көңіліме қона кетті. Бұрын ондайды қазақы күйде есеп қыламыз ба? Сол бір дұрыс сөз айтты. Не деді? Тақ осы қозылардың енесі совхоздың қиын күндерінде 31-32 жылдарда туған қозылар еді. Ол күнде осы совхоздағы басшымыз да, қосшымыз да тегіс қателеспедік пе? Малға қырымыз болмай, түгел
Акот дегенді былтыр мен биыл естіртіп, мал бар екен, жан бар екен дегенді енді ойлағандай болдық. Әйтпесе, анау кезде қашан қандай болды? Оны атап сұрамасаңшы деп Құлжатай да бас изеді. Қой жататын қораның іші шылқылдаған су, белуардан келіп қыс бойы ойылмаған қи жатады, астынан сыз өтіп, қыс бойы іш тастап жатты. Қоз деген туды не, өлді не, қарадық па? Артынан көктемде қи ойғанда талай қозы. Жыл пысқаны қимен бірге аудармадық па? Өліп, басылып, тапталып қала берген. Сонда бір суық, бір сыз ішінде тұрған осы қозылар суыққа өкпесін алдырмады ма? Зоотехник сол кезде туып өскен қойдың кеудесінде дымқос бар, сондықтан оның сүті де аздау. Балалары да кейде нашар туады дейді. Осынысы тіпті рас. Биылғы Акотта түн ұйқыны 4 бөліп, ылғи фонармен алысып Күзембай екеуміз бар қозыны қолдан тудырдық. Акотты өзіңіз көрдіңіз, бәйге алып жақсақ өткізбеп едік. Қозы шығыны болған жоқ. Бағып қаудан кендемес, бірақ сонда да тақ осы өлген қозылар тез торалып, тез тойын алмады. Кешеден Күзембай екеуміз барлық өлген қозының шеше тегін талдап шығып ек. Түстеп білеміз ғой енелерін. Ылғи тұсақ қоздан дымқосты қала туған қозылар. Енелерде өзге қойда емес, сонша жоны жарылып семіре қоймайды. Бұл өзі қатты күтетін тұқым. Бір сондай ерекше буын екен. Ескінің осылай етекке шырмалғаны кез болдық. Күзембай екеуміз. Болмаса, нақ кешегі бұршаққа дәл мұндай қаусай қалмас еді. Бүгін осы әрнені ойлап кеп тапқаным осы болды. Ескінің қытығына тиік балғаны сол дегенде таңертеңнен бері Несіпбайдың өз басын әрлі-берлі толқытқан ойдың бәрі енді жадырап шешілген сияқтанды. Әлденеден түсі жайланып ашылып, қабағындағы кейісті серпілте беріп күлімсіреп, мал қылсақ, еңбек етсек осыған етейік. Дымқос баланы ата-ана қандай ерекше айылап мәпелеп бағады. Күштің бәрін осыған салып, енді мұны ашыға да, сонаға да шүйгітіп, ескінің бар ласын кетіреміз. Бәлемнің сүйегін ағартып, кеңестің жақсы совхозының аптал түлегі қып шығарамыз, жолдас политотдел. Деп Несіпбай қасында мейірлене күліп тұрған Күзембайын арқаға қақты. Япырау, мынау сөзің көңілге қона кетті-ау Несіпбай. Менің де бір түйінімді шештің-ау, ескінің сыз дедің бе? Мен де соның зардабынан кеп тұрғам жоқ па? Сенікі не ет? Не қып жүрсің өзің науқан үстінде деп Несіпбай досының шаруасын енді ғана сұрады. Мына жолдас политотдел екеуіңе әдейі бір баяндама істейін деп келіп едім деп Рақымға қарады. Несіпбай сөздеріне ойланып қалған Рақым енді мұның жайына құлақ салды. Шақпақ 4-ші ауылдағы 5 қалқоздың бірі. Тастақ суының осы сол жақ бетінде жердің көбі сол Шақпақ қалқозынікі. Егіндік жерлерін совхоз берген трактор көлік көмегімен айдап жатыр. Бұл күнде жоспар толтыруға жақындаған. Егуге жарамсыз тасты, жотаны, ойлы қарлы жерлері осы қой жатқан өлкі. Мұны өздеріне жәрдем етіп отырған совхоздың бірер сақпан қойы уақытша жайлуға қалқошылар рұқсат етіп совхозға берген болатын. Түндерде осы өлкелерде қалқоздың өз жылқыста жайылады. Анау шағылдың арғы жағында Жіңішке өзен жағасында ұзындығы 1 километрде жерге созына орнаған 50-60 қора сол Шақпақ қалқозы болады. Құлжатай жайы Рақым мен Несіпбайға мәлім. Бұл былтырғы көктемге шейін осы қой совхозының шопаны болып келген. Бірнеше жыл істеген еңбегі совхоз жұртшылығына қанықты. Осы күнге дейін Шақпақтыдағы кішкене үйінің қабырғасын неше алуан мақтау қағаз грамоталарға толулы. Кеңесіне адал, берік, сенімді болған еңбектің куәлері. Совхоздан өзі кетем деген жоқ еді, үй ішіне өз басына болса да ең жайлысы үйреніскен совхоз еді. Шақпақтың ол күндегі жайы өте нашар еді. Ел аш, арық, көлік атаулда сан да сапа да жоқ, бар болса қыршаңқы, шолақ, жауыр, бұрын белсенді жайлаған қалқоз. Құлжатай барар қарсаңда көтеремнің күйінде. Арқабасы жауыр ыңыршақ, тулақ болып қалған тор шолақтың күйінде еді. Өз қамын ойласа, бейнеттен тартынса, Құлжатай онда бармас еді. Бірақ партия мен үкімет болып сондай қалқоздың адамына да, малына да ата бейілін салды.
Мейірленіп құлаш созып, көтеремін көтердем, аш арығын тойынтам, еңбек етем деді. Соңғы жылдар қиыншылығын ұмыттырып, олқының бәрін толтырам деді. Ол партияның ұраны, кеңестің саналы еңбекшісі көтерген үлкен ту еді. Райкомның ұйғаруымен қатар Құлжатайдың өзде шақпаққа бармақ, қиындықпен алыспақ жеңбек болды. Міне бір жыл, ауыр бір жыл, сыны көп, қиыншылығы көп бір жыл өтті. Құлжатай мақтауды білмейді. Білгені тынымсыз, толассыз, төс табандаған еңбек, өрге сүйреген талап, талпыну. Сонда өз тұрмысы не еді? Оны биыл соқаның алдында үйіне бір барып, шефтікке алар алдында колхоз жайымен таныспақ болған Рақым Неспай өз көздерімен көрген. Құлжатайдың қатыны безгек, емшектегі кішкене бала, жалғыз еркек баласы Серікте безгек. Жыл бойы үстеріне жаңа лыпа алмеген қатын бала да өзде киімнен, көрпе жасықтан жүдей бастаған. Ер жеткен қолғанат жоқ. Құлжатай үйінің бұдан бұрын соңғы жалғыз қайраткері 12 жасар қызы Жәмила. Ас істейтін, ауруларды күтетін, әрегітте әкесінің барып кел, шақырып беліне жүгіретін тағы да сол. Құлжатай үйіне келе сол қызына шай қою, отын, су тасу, оны-мұны басқаруда ұдайы көмек етеді. Кішкене қызының жастығын да ұмытып кеткен сияқты. Ол бір үлкен серігі сияқты боп алғандықтан балам демей, Жәмила демей, ылғи Жәке деп атандырып алды. Жәкең әкесіне мұның кішкенелігіне қарамай, кейде бір қызықтан балалық алданышын бұзып, немесе қолынан келмейтін бір қиындыққа жұмсаса, анда-санда қойшы тіпті бармаймын деп серпіпті тастайды. Ондайда Құлжатай ашуланбайды, екінші қайтарып айтпайды да. Жәкеңнің өз мінезі бар, өзінше тұтасқан беріктігі бар. Ол соншалық жасып кеткен бала емес, қайта ажары сынбайтын отты. Сонысына Құлжатай ешбір уақыт салмақ салып, зорлық етіп көрген емес. Әлгіндей деп ашу шақыра басса Құлжатай, ал, жарайды, өзім барайын, қояқ қой деп, өзі бәйпеңде жөнеледі. 6 ай қыс бойында ауруғатымен баланы дәрігерге апарып емдетіп көрсетіп қайтуға да уақыты болмады. Безгектері бір қиын безгек, екеуінде меңдетіп бара жатқан сияқты, бірақ сонда да колхоз көлігін қия алмай, не өзі босарлық уақыт таба алмай әлі күнге келе жатыр. Дәрігері құрғырда алыста тұрады. Және мәлім ғой, бір барғанда бірақ ем жасап жаза қоя ала ма? Көп көріні бұдай емделу керек, оған мына қарбалас ортасында мұршасы келетін Құлжатай ма? Осымен өз өмірі өтіп бара жатыр, бірақ оның есебінде колхоз үшін Құлжатай қандай құрықшат. Мұның кішкене жүдеу үйіне қонып отырып Рақым Неспай көрген. Күн ұзын қолда, аузда, ой тілегі де колхоздың жүзімен мұндарынан босамаудың үстіне, түн ішінде де Құлжатай тыным көрмейді екен. Бір түн ішінде анық 4-5 етір фонарды алып жөнеледі. Тыным алмай қарайтыны 2 бригаданың аттары, науқан жақын, 50-60 жылқы бар. Оның түнгі қораларына кірсең, тып-тыныш тұра алар мысың? Бір жерінде ақырдың ішінде жем таусылып, тақырланып қалған, мезгіл-мезгіл үстеп салып тұрмаса, шашып тастайды, жемін еселеу керек. Бір жерде азул үлкендермен қатар ұсақ жағы, тай тұяғы тұр. Оларды аналар тістеп, теуіп, жемінен қақас қалдыратыны бар. Және әсіресе тағы бір жерде 25 шамалы буаз бие бар. Ол Құлжатайдың колхоз шаруасы ішіндегі 10 көз, сол көзінде қақап күткен бір бөлімі. Бірер жыл күттірген болса да, ол шолақ қолды ұзартатын, тар тұсауды кеңейтетін келешек колхоздың келешегі. Бас кетсе де, осыларға зақым келмес екен дегендей Құлжатай ішкен асын жерге қоятын. Күзден аман келді. Қыста оларға зілді болған жоқ. Енді әлі тумаса да осы биелердің ішіндегі құлындар шақпақтың ат орнына санап отыратын малы. Желіні ерте жеткендері құлындап жатыр ма, әлде тебісіп, қағысам деп бір-біріне зақым келе ме? Қулық тор биелер қасына анау ақырдың шетінде тұрған көк дөнен жақын еді. Бір тебеген пәледі, жүдә кәсіпкер, қап болмас, тағы атып тұрып, жарғанат фонарды жағып алып, тарып тұрып басып жөнеледі. Кейде біреуді боқтап, бүгін сары бауырда қан сорпағып қайтыпты. Арқасы ісік балама қайтеді, әкесі өлді мекен сонша шауып қинап деп әлдегінге лағнет оқып қайтады. Тілеуің біргір, әй саған еткен еңбегің жандау қарағым деп біреуге бір бейілмен алғыс айтып, дән риза болып келеді. Мұнысы шәріп.
Құлжатай тұрғызатын аттар жайындағы күдікті ол да ойлап, бұл барғанша көбінше жайластырып тыңдатып қояды. Шақпақ колхозында Құлжатайдың өзінде үлкен бейіл, ынта көрсеткен ең сенімді серігі Шәріп. Ол 19 жасар жас жігіт. Ол осы күнге толық, дөңгелек сұр бетті сергек жас. Бірақ былтыр көктемде Құлжатай осы колхозға келер қарсаңында қандай екенін көрсеңдер. Несіпбай білет, ол уақыттағы түрін көріп, жан болмайды, өлет деп күдер үзген. Құлжатай өз үйіне алып, асырап жүр екен. Сыртынан шығарып айтпаса да, Несіпбай сонда Құлжатай байғұс босқа еңбек етіп жүр ғой. Басқа тың тұяқтау біреуді асырасайш, мынауың сынып кетіпті. Ісік мынау, орнынан тұрудан қалыпты, не болар дейсің деді. Олай болмапты. Енді Шәріп міне тепсе темір үзерлік аттал азамат болыпты. Болғанда және қандай. Колхозға деген еңбегімен белі Құлжатайдан да әрі өтеді. Бұрын бұда бір үйлі жан еді. Шетінен еңбек адам еді. Ауыл ішіндегі жалған белсенді Жұматай деген осыларға өштесіп, бір науқан үстінде 32-ші жылы колхоздан тайдырып жіберіп, бәрі қаңғып кеткен. Әкесі сол жолы өліпті. Шешесімен 5 жасар інісі Кәрімді асыраймын деп, Шәріп көп ұрыныпты, бірақ асырай алмаған. Қала жөнін білмейді, дүние көрмеген бала жігіт, қала дегенде анықтап барғанда сол еді. Жол жосықтың ештеңесін білмеген соң, даланың момын жігіті шығар жолды таба алмаған. Қызметке орналаса алмай, қаладан кетіп, азығы біте бастаған соң, шойын жол станцияларында қайыр тілеуге айналған. Сол кезде шешесі бұрын бір көңілі жақын адаммен қосылып Ташкент жаққа кетіпті. Кішкене бала Кәрім бірге кеткен, бірақ сол кезде Шәріптің аштыққа қатты шалдығып қалған кезі. Сүйретіле жүріп, бар шамасын тауысып, ақыры Шақпақтағы Құлжатайдың босағасына соңғы барлық күшімен сүйретіле кеп жығылған екен. Ол кезде ісініп те, тістері де түсіп, бір жолата әлсіреп кеткен уақыт еді. Несіпбай сонда көріпті. Шешесімен кеткен Кәрімді анау жаңа әке болған адам барып алған соң ауырлапты. Бір күні шешесімен сөйлеспестен өзінен өзі байлау жасайды да, титтей баланы пойызға салып, әлдеқайда жөнелтіп жібереді. Кішкентай Кәрім басына күн туған соң өз бойынан тіршіліктің болымсыз шақпақ отын тауыпты. Қалай келді, не көрді, кім жәрдем етті, не біліп, кім іздеді, мәлім емес. Әйтеуір осы Шақпақтағы Шәріптей тағы бір жігіт, Әшім, ол да Жұматайдан көп бейнет көрген бала еді. Сол осы Шақпақ тұсында Жалтыр станциясына барса, қасынан бір кішкентай бала қалмай орала береді дейді. Айтар сөз жоқ. Құр мұнаған көз жаудырап, бірдеме дәметіп ілесе береді. Қозғалса ылғи артынан қалмайды. Сонан соң Әшім байқап қарап, шырамытады да атын сұрайды. Анау Кәріммін дейді. Әшім өз басынан кешкен емес пе? Көзінен жас ыршып барып, құшақтап көтеріп алады. Сол көтерген бойынша колхозға келеді. Міне сонымен Шәріп інісін тауыпты. Ол осы күнде қолында. Шәріп өткен жазда әбден тойынып алып, күзде колхозға ерекше қатты еңбек етті. Сол кезде үкімет сиыр беріп, аш-арыққа жәрдем еткенде бір сиырды бәйге деп, бар колхоз боп ұйғарып, осы Шәріпке беріпті. Енді үйлерінде ағы бар, және жақында Шәріп үйленді. Несіпбай рақым көрген сол Шәріп. Әшім деген жігіттер Құлжатайдың барлық колхоз ішіндегі оң қолы, сол қолы. Осы жайларын қысқаша ескертіп өткенде, Рақым мен Несіпбай колхоз бастығының өздері білген жағдайларын түгел еске алды. Бүгін Құлжатай сол жаңағы Әшім мен Шәріп жөнінен туған бір шатақпен келіпті. Орталау қағылез болып Құлжатайдың ашаң, қызғылт жүзінде үлкен ыза, қатты кейіс бар. Онсыз да іштегісін ірікпестен сыртына шығарып тұратын шыншыл беті, сақал мұртқа тым жұтаң, көселеу болғандықтан ренжідім, күйіндім, сендерге шаға келдім деген сияқты жайларын Құлжатайдың тілінен бұрын жеткізіп ап-айқын қып білдіріп тұр. Бет ажарына қосымша қолдарымен денесі де тыным алмай, көп сермеліп, көп ырғалып, қозғалып, өзінше талай тұспалдар айтып жатады. Қыза сөйлегенде Құлжатайдың екі қолы бірдей көтеріліп, не қабатынан, не кезегінен сермеліп, мұны бір су ішінде ойға малтып келе жатқан кісіге ұқсататын. Қазіргі Құлжатай әңгімесінің бас қаһарманы Жұматай. Несіпбай ескінің сызы дейді ғой.
Жұматай қылықтарын ескінің сызы десең де, өзі десең де болар еді. Бірақ Жұматайдың өзін кім дерсің? Сыз деуге бұл еңгезердей үлкен бойлы, әдемі қара мұртты, ашушаң, бұлтиған пәлекор көзді, кекірдей кісі. Жуандақ балған қарында ұдайы белдік көресің. Басында сусар бөрік, бешпет, шапан қалаша, татарша тігілген, жалғыз жүргенін көрмейсің. Қасында ылғи қошеметшілер жүреді. Ал ескінің өздейін десең, ол да партия мүшесі. Ауылдағы кеңес қызметіне бұл іліккелі қашан? Айта берсең, осы күнде 4-ші ауылдың кеңес ағасы. Жұматай қыс ортасынан бері бұрын мекен етіп тұрған Калинин колхозынан көшіп, осы Шақпаққа кеп орнап еді. Тегі осыдан 2 жыл бұрын 7 ауыл кеңесін құртып шықты деген ақапқа ие болған. Сондағы тапқан дағдысы болу керек, өз қоластына қараған ауылдың бір колхозында ұдайы орнап тұрмайды. Мына 4-ші ауылда да соны істеді. Жыл жарым ішінде осымен 4-ші колхозға ірге аударып отыр. Калинин, Қызыл Жұлдыз, Қызыл Шығыс, енді міне Шақпақ барлығы да бұған бірі қыстау, бірі жайлау. Әлді колхоз болса қыстау есепті, ұзақ мекен. Бірақ әлде қандай есеппен немесе іспен қойылған былықпен енді онда тұру ыңғайсыз болса ірге аударады. Сонымен 2-ші бір колхозға тебіндеп жайлау өте жүреді. Арада күзеу, көктеу болып, өзге колхоздар да құрығынан аман болмайды. Әрине, біреуінен кетерде үзілдім, болдым, енді сені көрмеймін деп кетпейді. Кеңес үкіметінің арқанды босатқан дейді. Бұл өзі істейтін жақсылы жаманды істің бәрін ылғи кеңес үкіметі, кеңес қызметі, үкіметтің тапсырмасы деп әбден аузы үйреніп алған. Қамын жейтін үкіметтің болған соң азын аулақ салмағы болады ғой. Бірақ енді соны ылғи сенің колхозыңа сала беруге бола ма? Кішкене арқа босағанды босата тұралық деген болады. Өзінің бұл колхозда істеген шикіліктерінің бәрін осылайша кеңес үкіметі айт деп тапсырып берген базналықтай ғып, майдалап, жуып шайып айтады да 2-ші колхозға ауысады. Іргені бір колхоздан 2-шісіне неге аударатын ауданға барып әбден мәлімдеп дәлелдеп болған. Және аралар жақын колхоздар. Сондықтан мұның бүйтіп жүргендерінің ішкі жағын сырт кісі байқамайтын еді. 2-шіге келерінде тағы да момын колхозшыларға талай жылғы сыр мінез жақындай тайтаңдап күле кіріп, осы бәрінен де сен жақсысың. Аналар үкімет қадырын, кісі қадырын білмейтін, еңбегіңді бағаламайтын, құнарсыз көрінеді. Тапқан таянғанды сендерге салып бір сүйрейін. Ва, мал ма? Малды өсірем, соқа сайманды молайтам. Аудан білесіңдер, өзіміздің аудан ғой. Барын бізден ірікпейді бейшаралар. Исполком, прокурор, бәрде үй деген, бүй деген боп жатыр. Әйтеуір өзің біле берсеңші, Жұматай десіп жатыр байғұстар деп, барлық аудан басшылығын әлі қарым-қатынасы үзілмеген құндылықты ескі көз, сүйек шатасқандай түйістіреді. Қасында мүше, хатшы, жай жігіт болып жүрген тобы бар. Бәрі де бұл жөнді әбден тіс қаққан ептілер. Жұматай әдейі іріктеп алған. Қайда барса тастамайды. Тіпті арасында аразы, андасқаны 70 пай сияқты бұзар болса, онда ерте жүреді. Бұл екеу бір сәтте араздасып, бір сәтте қайта табысып, көлденең қараған кісіге араларының шыны екенін білдірмей, үнемі шаң қаптырып отырады. Бірдемеден ілік шығарып, жік жасаған сияқтанып, колхозшылардың наразы, ренішті жайлары болса, қолтықтарына кезек тартып, шегінің қыртысына шейін білісіп ап, артынан табысқан күндерінде соларын ашып салып, бірақ ойын жасайтыны тағы да бар. Әйтеуір қасына ерген топтың бәрі мұны құлатып тастауды түп мақсат қылмайды. Қайта ауданға барса, не өкіл-мөкіл келсе, айналасын шырмауықтай орап алып, Жұматайды ылғи Жұмекен атандырып қойып, соны үнемі даттаумен болады. Көп колхозшы Жұматайдың ауданда не істеп жүргенін біле алмайды. Бірақ білгені әйтеуір аудан ішінде мұны сүйейтін 2-3 кісі үнемі болып отырады. Оларды кейде
дұшпан көзі қып, өз тұрған колхозға қонаққа әкеп сыйлап жіберіп те отырады. Кей кезде сол азаматтардың үйіне осы колхоздан сойылған бірен саран сиыр, қой, тай сияқтылардың еттері барық балатын да болады. Бірақ ондай көп жарыққа шықпайды. Бірер күн сабыр есепті айтыла жүреді де жабылық болады. Осы Жұматай кешеден бері Шақпақ колхозына бір әлек кіргізді. Пәленің басы шәріп бағып жүрген биелерден басталған. 25 биенің бұл кезде көбі құлындады. 4-5 әлі құлындаған жоқ. Соларды Құлжатай мен Шәріп ешбір қатты қайрым жұмысқа салдырмай барынша қорғаштап жүрген. Кеше таңертең сол ауыл кеңесі ауданға тығыз бір ақпар жіберем деп өз бетімен бұйрық етіпті де, жаңағы буаз биенің қолда тұрған біреуін өзінің жігіті Шәлтікке мінгізбек болыпты. Құлжатай егін басында екен, Шәріп бермеймін, мінген соң тағы шабат, мұны беріп кісі мал көреме деп қарсылық еткен екен. Жұматайдың өзі келіп ақырып боқтапты. Шәріп сонда да болмай тізгінге оралып жабысқан екен. Хатшы мен Шәлтік мұны сабарман боп жер жебіріне жете жүріп тартып әкетіпті. Қайда барғаны мәлім емес, әйтеуір түсте қан сорпағып әкеп Құлжатай үйінің жанына байлап кетеді. Аздан соң бие аунақшып, жаталақшып, шиыршық атады. Биыл бірінші құлындайтын еді. Шабдар Байтал шабысты көтере алмапты. Аздан соң мезгілі жетпесе де құлындап жіберген. Бір сәтте күйік болған кішкентай жылбысқа құлын басында тірі туды. Бірақ Құлжатай мен Шәріп құрақ ұшып неше түрлі ем-дом істесе де болмады, өлді. Туғалы тұрған биені неге мінгізеді? Мінгізелері бар, неге мұнша қинайды? Осы колхоз жайлы мәлім емес пе өздеріне? Шеттен келген лаушыдай қайғылғандары. Осының бәрін жаны күйген Құлжатай білемін деп зерттемей ме? Байқаса бұл күнде Жұматай мен Жетпісбай арасы бас қатарлық шытырман күйлер тудырып тұрған екен. Бұдан бұрын араздасып жүрген екі бөрі дәл осы күндерде татуласып табысатын болыпты. Тегі алдымен Жетпісбай бейіл берген болу керек. Ол өзі Жұматайдан әрі өткен сарқынды болатын. Өзі орысша, қазақшаға бірдей. Манадан жасы да жасырақ, қолынан келмейтін пәле жоқ. Оны да ауданның бәрі біледі. Өзі күлдіргі де, ер де, бірақ сол қалпында бір тәуір жерге орнығып жұмыс істемейді. Неге екені белгісіз, ұдайы мысық пен күшіктей боп жүрсе де, осы Жұматайдың соңынан қалмайды. Бірде араз, бірде татуына екеуі де үйреніскен. Көп уақыт бірін-бірі көрсетіп, пәле жаудырудан тартынбайды. Бірақ түбі ағайын және екеуі де осы өңірде бұрын әрі саудагер, әрі жуан болған Бердібектің делдалы, пысық жігіті болып жүрген деген сөздері бар. Түбі бір шарлаған іздері бар. Сыр мінез де, үйреніскен де, сондықтан бірде араз болса, бірде табысқысы кеп тұратын да өздері болу керек. Шақпаққа кеп орнағаннан бергі соңғы араздықтың кінәлісі Жұматай болу керек. Сондықтан Жетпісбай жағынан емеурін болса табысуға бұл әзір еді. Ақыры көктемнің егіс уақыты өтіп барады. Қамбадағы тұқым болса далаға шашылып құритын. Және араздығы уақытында бірде-бір сауық көрмей, көңіл сергіте алмай өлер болды Жетпісбай. Сондықтан ауыл кеңес хатшысы арқылы қабақ сездірген және ауыл кеңесімен мына қамба маңындағы жұмысқа қойсын деген бір кеште. Содан кейін Жұматай олай шарлап, бұлай шарлап кеп, ақыры бір есебін тапты. Бұрын колхоз сыйлаған ақыран басы Әшім еді. Ол адал, епті, нағыз қайраткер жас колхозшы. Бірдеме қып, соны орнынан тайдыру керек болды. Қыс бойы Жұматай мен Жетпісбай бұрынғы колхоздарда істеген машық бойынша мұндағы қамбаны да көп жағалап еді. Бірақ Әшім аяғында отыртпаған. Мыналар ниетін ылғи серпіп тастап, соңғы кездерде тіпті ашу шақыратын да болған. Жұматайдың кім екенін біліп, әбден жиреніп, жек көріп алған еді. Бұрын Шәріптің үй ішінде ғып, мұның әке-шешесін де тентіреткен бір мінез тағы бар еді Жұматайдың. Ол өз бетіне Әшімнің ішінде қатудай байланып батқан бір дерт болатын. Есті жинайық, колхоз ісі оңалсын, түбі Жұматайдың ініне су құямыз деп, өздеріне сенген көңілімен жүре беруші еді. Содан арыға қол да тиіп жатқан жоқ. Жақсы колхозшының көбі шаруаның маңында емес пе? Сасық күзендей түн жамылып,
Көп жортатын Жұматай Жетпісбайдың барлық шиырын біле бере ме? Әшімнің түпкі шырайы басына жақсы емесін қатшы да, шәлтік те Жұматайға жеткізген болатын. Бұл өзі көзге көрініп өсіп келе жатқан жас жігіт. Құлжатай да аса жақсы көреді. Бүгін ертең ілгерілеп, үйленіп кетсе ғажап емес. Онда Жұматайларға тынышсыз да болуы мүмкін. Ескі пәленің бәрін жете оққан Жұматай мұндай жастардан қатты сақтанатын. Әлгі әкелерін қудалау, өздерін кеудеге қағып, тартпалап, өсірмеу талай қалқоз ішіндегі нық саясаты. Енді сол бетте олай-бұлай келіп, Әшімнің де бір есебін табатын болды. Осыдан 2-3 ай бұрын Әшімнің жасындағы жігіттер қызыл әскер қатарына шақырылатын болған. Әшім соған кетпек болып қатты талпынып еді, бірақ мұның бейілін көре салысымен Жұматай өз басына қауіп ойлады білем, әуелі жөнін біліп қайтайық деп қалаға барды. Барды да бірдеме істекпелді, не қылған дәлді мәлім емес. Бірақ әйтеуір ол жылдан Әшім және тағы 1-2 сол сияқты өзге қалқоздағы пысық жігіттер қалып қойды. Жұматай мұндай жігіттердің қызыл әскер болып, жол көріп, жөн біліп қайтқанын мақұл көрмеді. Сол есебіне ыңғайлап бір нәрсе істеген болу керек. Енді мұна Жетпісбай ұсынысы шыққан соң осы Әшімді тайдыра тұру керек болды да, ауданға тағы бір барып қайтты. Әшім, мен анау 2 жігітке қалаға военкоматқа барасың деп хабар білдірді. Жұрт Әшімді әскер қатарына кетеді екен деп ойлады. Сонымен 1-2 күн ішінде Жұматай момын қалқошылардың үстінен құс ұшырып, астынан ит жүгіртіп, Жетпісбайды уақытша ақыран қылып сайлатып қойды. Енді азнаулақ, тұқымнан басқа запасы қалмаған қамба әйтеуір келіп Жетпісбай қолына көшті. Соңғы күндердің бір уақиғасы осы еді. Жетпісбай өз қолына қамбагіл тиісімен енді бір ақтарылап тазармақ болыпты. Тазарарда Жұмабай басына өзінің татулық, достығын дұрыстамақ. Сонымен шәлтікті және ауыл кеңес хатшысын салып, соңғы бірнеше жыл бойында Жұматаймен 2 арада жүрген кикілжіңнің бәрін бірақ таратуға байлады. Оның еміне дескенде шәлтік тура Жұмекең екеуін құда бол деген ұсыныс жасаған. Осыған Жетпісбай ойса бастаған соң Жұматайға келіп, Жетпісбай осылай деді. Іштегі даттың бәрін жою үшін құда болам дейді. Шетке шығып жатқан жоқ, оны сіз тілек ақ. Дәл осы жолғысы шын көрінеді, осыған көнген мақұл деген. Сонымен байлау болып, Жұматайдың 10 жасар қабдешіне Жетпісбайдың 7-8 жасар қызы атастырылды. Енді соның бәрі тек көтеме, құрғақ қасық ауыз жыртады. Жетеке, қалған есебін өзің тап деп, шәлтік те Жұматай да қалжың айтқан. Сол күні кешке Жетпісбай Федоровкаға шауып барып 15 пұт бидай сатуға таныс саудагермен келісті. Ол ертең жіберетін кісіге бір шертпек арақ пен қант шай әперіп жібермек болды. Кеше түсте Шабдар биені міне шапқан шәлтіктің ділгер жұмысы осы нәрселер еді. Қадалған жерінен қан алатын шәлтік бос келеме? Және Жетпісбай уәде қылса, саудагер астықсыз қалмайды. Оны бірнеше жыл бойында сыр мінез болысқан жемтіктер біледі. Осымен кеше түнде Жетпісбай үйінде бір тәтті мәжіліс болмақ болды. Ана жақта Шабдар биенің құлыны өліп жатыр, Құлжатай күйініп, есеп сұрап жатыр дегеннің бәріне Жұматай мен Жетпісбай онша қайса қоймай, бар хабарды жүре тыңдап, қойсын, құрысын, қоя тұрсын дескендей жауап беріп жатқан. Өйткені шәлтік келген соң, шертпекке 4-еуі де бір-бір рет бас қойысып алған еді. Түстен бері бұлардың бастарында тұман, езулерінде табысқан достар күлкісі бар еді. Соның нашасын еш нәрсеге бұздырмақ емес. Бірақ шәріппен қоса күйіп, тыным таба алмай, Құлжатай бұлардың мазасын ала берді. Бір рет Жетпісбай үйіндегі достар Құлжатайға ызаланып, кіжінісіп те алды. Қызыл тақтаға ілінеді бұл Құлжатай деп шәлтік күлді. Адыра қалсын, біз іліндірсек ілінер, болмаса өзің білетін кім бар? Далақтап жүргеннен далада қалар біреу деп Жұматай кекеткен. Жұрттың бәрінен өте масайраңқырап алған ауыл кеңес хатшысы: «Ой, ол политотдел болады, совхоздың политотделі болады» деді. Бұл Жетпісбай Жұматайларға шын бататын сөз.
Құлжатайдың осы совхоз жұртшылығымен және әсіресе политотделмен нық байланысып көмек алып жүргендерін білгеннен бері асқақ қарап жүрген Жұматайлар енді мұның да сүйеніші бар екен, ол политотдел екен. Осы кәпір ұлғайып өсіп кетпесе игі еді деп іштен қауіп қыла беретін. Бұрын оны кемсітіп, өздерін жоғары санағанда аудандағы пәлем бар, түгілем бар деп күпілдесіп, және соларды атаумен бірге аудан Құлжатайды жете білмейді деп сенетін. Енді бұған дос шығыпты. Өзі политотдел, соған бар жайды мәлімет тұрса қайтеді деп анда-санда күдік ойласатын. Жаманатты сыртқа көп таратпас үшін Жетпісбай, Жұматай боп, бір бас, бір тас болып алу да іштей осындайдың орайына істеген қарсы қамның бірі еді. Бұлар бірігіп сөйлесіп, енді мына Құлжатай мінездерін талқылаған сайын, тіпті соны политотделге де сырттан теріс қарау, дәрмені жетсе, одан да ештеңен аяп қалмайтын тәрізденеді. Политотдел тірегі бар екен ғой. Вай, шіркін-ай, өйтсе берсең, аяғыңды аспаннан келтіреміз деп бір кіжініп алды Жұматай. Сонымен бір күні Құлжатайға жауап бермей, ауыл кеңесінің тығыз шаруасы бар, ауданға жіберетін ақпараты бар деп, құйрықты сыртқа сала келіп түнге жетті. Мәжілістері енді қызбақ болатын. Жалғыз-ақ енді Федоровкедегі саудагердің кісісін жөнелту керек. Ол келіп отыр. Күндіз жөнелтуге болмайды. Ең болмаса ала көлеңке қоюлансын. Күн батқаннан бері Жетпісбай тыным алмай, қамба жаққа бір барып, бір қайтып маңайлаған кісі болса айбар шегіп, «Тара! Бар! Тыным ал! Ертең тағы ұйықтап қалмай жұмысыңа мезгіліңмен шық!» деп себепсіз жазғырып, айдап салып жүрген. Жұрт аяғы басылды. Ерте жататын еңбек адамдарының көбі ұйқыға да кірісті. Үйінде тықыршық атып шыдай алмай қонақтар отыр. Сонымен бір кезде Шәлтік ауыл кеңес қатшысы және Жетпісбай мен саудагер кісі болып, 4 адам қора-қораның тасасымен ербең етіп қамбаға қарай басқан еді. Бұлар келіп, тұқымның аз ғана астырған кішкене қамба ішінде ақтармалап, қапқа салып жатты. Түн меңіреу, бөтен сыбдыр жоқ. Енді қапты толтырып алып, төртеуі бірдей сыртқа шыға берді. Дәл сол кезде қамбаның екі жақ бұрышынан 4-5 кісі тап беріп, ақырып дүрсе қоя берді. Оңайшылықпен шошымайтын Жетпісбай алдыңғы келген жігіттер ішінен Әшім мен Шәріпті танық қойып, пәленің қай жақтан шыққанын ұғып, қарсы ақыра қоя берді. Таза бейілімен шын ашуланған кісі болып, «А, сендер ме едің? Жақсы келдіңдер, мұна бидайды қаптап әкеткелі қойған кім екен деп әдей акт жасап аңдып жүрек, жақсы келдіңдер. Кісі парлар, асты құрлайсың, міне жолдастар, көрдіңдер ме деп қасындағыларды екі жағына кезек-кезек қойғылады. Аналар да естерін тез жиып ап, енді шу етті. Әшім мен Шәріп мұна сұмдықты көргенде не дерін білмей, ештері шығып қалды. Солақ екен, протокол десіп, қатшы мен Жетпісбай Шәлтік қапты бір-бір арқалап алып, қамбаны жауып тарта берді. Әшім осының алдында ғана ауданнан қайтып, қамбаны айналдырып жүрген суық қолды сезіп еді. Қасындағыларды әдей ертіп алған болатын. Енді міне істің беті бұлай ауды. Жетпісбай бәрібір артының не болғанынан қараған жоқ. Саудагер кісіні жөнелтіп жіберіп, әуелі Жұматай мен ауыл кеңесі хатшысына протокол жаздырып қойды. Сөйтті де олар отыра берді. Бірақ Әшім тына алмай Жұматайға іздеу салып еді. Оны Жетпісбай үйіне келе бере тыста көрді. Көргенін түйгенін айтпақ еді. Жұматай мұны тыңдауды бұлай қойып, даусын суытып, қатайтып алып, келдің бе ора? Көрің қазылған кулактың баласа, көзіңді көгертермін деп, беті шімірікпестен қарсы алды. Солақ екен сөзге келіп, жауаптасудың орнына Әшім, қураған кеңес жауа залымай деп, Жұматайға тап беріп, есін жиғызбастан жамбасқа мінгізіп, дүрс еткізіп, бірақ соғып, ішке тепкілей бастады. Тыста Жұматай жалғыз екен, шаң-шұңға үйдегілер шығып жеткенше, Әшім айтарын айтып, істерінде бір талай істеп алды. Қыстығы булығып жүріп, үздік айтқаны, мен қашан кулак балас едім? Сенен кетіп, маған жетіп пе? Қызыл әскерге кіргізбей, кулак деп резервке неге жазғызғансың? Енді мені тағы рұғылмақсың, қай әкеңнің көз құны бар еді менде? Еңбекші баласында дей жүріп, күйе келе басқа бір-екі теуіп кеткен болатын.
Қасына ере келген шәріптер арашалаған жоқ. Әшімді күйдірген жалғыз жаңағы арамдық емес, одан басқа да ыза барын олар жаңа сезді. Шында Әшім военкоматқа барып, өз турасында Жұматайдың не қып жүргенін енді біліп кепті. Ол алғаш барғанда жалпы еңбекші балаларының қатарына алғызбай, бұлар кулак балалары деп бір рет қалдырған екен. Кейін барғанда бұларды резервке жаздырған болыпты. Әшім кеше барып, бір қыстақты өз көзімен көріп, Жұматай ініне су құйып келген екен. Жол бойы зығырданы қайнап, өртене кеткен еді. Оның үстіне мынау. Сонысымен алдартын ойламай жаңағы істі істеп салды. Жұматайды үйдегілер кеп тұрғызып алған, аузы қан, маңдай тісінің бірі түсіп қалған екен. Алғашқы ашуын Жұматайдың сабауымен шығарып алған Әшім енді жолдастарын ертіп кете берді. Қу, ұста, өлтір иттер деп Жұматай бажылдағанымен мас болып тәлтіректеп қалған Шәлтік пен Қатшы қумады. Орындарынан көп ұзамай, аз-маз тәлтіректеп жүріп болсы да, Жұматай мен Жетіспай қасына қайта келісті. Осымен бұлар түн бойы ішкен сайын бар қалқозға және әсіресе Құлжатайға өшіге береді. Сонымен бүгін таң ертең тұрысымен Құлжатайды үйлеріне шақыртады. Бұл Әшімдерді ертіп барған. Жұматай бұлар келер қарсаңда бір талай кісі жиып алып. Олар көрші колхоз, ауыл советтері өжеттестері. Бір жағы ақсақалсымақ, бір жағы белсенді деп аталатын, бәрі де осы Жұматайша кәсіп етіп келе жатқан 4-5 ысқаяқтар. Сөзді бір бастап, бір қостап әлденеше саққа айтады. Қазақша қара сөз, арам сөз болса да май тамыза сөйлейтін жырынды сарқындылар. Құлжатай оңдап, майдалап, мейпаздап, аш шектей шұбатқан сөзді ежелден жақтырмайтын. Өзі еш уақытта олай сөйлемейтінді. Ойында не бар, бәрін кесіп, сарт-сұрт еткізіп бірақ айтатында тастайтын. Сонысына салып, биенің құлынын жоқтайды, тұқым ұрлаттың дейді. Жазықсыз адал еңбекшіні кеңес бейнетқорлығынан күйдірдің, қараладың дейді. Оның бәріне Жұматай, Жетіспай, Шәлтіктер дауы талай-талай басқан тіреу салып алыпты. Мұны біресе жікшіл қып шығарады, біресе кеңес мекемесі ауыл советінің авторитетін сүретін бас бұзар қып шығарады. Ұрыны бай құлақты сүйетін де қылады. Аяғы Құлжатай жаны күйіп, әке не қыл дейсің дегенде, Әшімді, Шәріпті протоколға қол қойғызып айда, және қазақ жолымен айып әпер. Жұматайдан өзің кешірім сұра. Бие деген бос сөзді қой, доғар деген сияқтыларды бақсытып, бұрынғыдан әрі күйдірді. Сонан соң Құлжатай шыдамай, осыны сотқа берем, тергетем деп, келтесінен қайыруға айналғанда Жұматай нығызданып кеп, ендеше сен кеңес жауы, үкімет дұшпанысың, сені алдымен партиядан айдатам депті. Соған шыдамай Құлжатай, мен жасымнан еңбек баласымын, қайда жүрсем де, кеңеске адал, бейілім мен өзімнің қайратыма жалынғанмын. Маған қылмағың сол болса деп, не қыларым білмей, бұлқынып кеп өзінің партбилетін қойыннан алып, пішен төбесіне лақтырып жіберіп, туылап, күйіп жөнеле беріпті. Мұны неге істеді? Онымен кімді мұқатпақ? Әсіресе сондай жаны ашымас аярдың алдында соны істей ме екен? Оған Құлжатай ойланып толғанып қарамаған. Жұматай тобы да әсіресе өзінің жолдастары да аң-таң болып, мұның кете берген сыртына қарап тұрып қалған. Құлжатай содан тыным таппай, енді осында кеп отыр. Болған жайдың бәрін баян ете кеп Құлжатай ең аяғында, қайтейін, жаным күйді деп келіп Несіпбайға қарап, сен ескінің ізі едің. Осының ең тура кеп, көрші, міне баяғыда адасып айдалатын кәпір, арам сирақ, әлгінгі партияны да қалқошында алдап, аяққа шырмалып жүргенін деп тоқтақ балды. Рақым Құлжатайға қарап, әңгімесін тыңдап отырып, тереңде ойланып қалып еді. Әлі жеңіліп болмаған меңіреу табиғаттың шытыры мен бұршағы Несіпбайды күйдіреді. Ескінің кейбір ізі, бұл бұғып қағып өсіріп келе жатқан төлден, жаңаның төлінен әлі түгелдей арылып болмай, анда-санда жотасын көрсетіп қалады. Әлі көз түгел жоғалып болмаған ескі адам мынадай момын қалқошының момындығы арқасында қаға берісте отырып көз бояп, ескі қырсық мінездерін жасайды. Совхоз қойнына уақытша залал келтіріп тұрған шытырдай, о да маңайын улатып, Құлжатайларды күйдіреді. Ескі тарих, ескі салт, ескі мінездер,
Ескі дүлей табиғат енді жеңілерін, жоғаларын білсе де, кетуге айналса да, әлі де Несіпбай Құлжатайлардың аяқтарына шырмала береді. Бірақ біз жеңеміз, жеңілсін Шытыр мен Жұматайлар деп сергіп алып, Рақым екі досына байыстады. Мағыналы өсиеттер айтты. Несіпбай Құлжатай бұған барлық ескі тондарды жыртып, күшті кеуде, нық сеніммен мықтап өсіп келе жатқан жаңалық тұлғасындай көрінді. Олардың нанымы берік, шын кеңес баласы. Бұл жағаға келгенде өздерінің еңбегі, санасы, үміт тілегі бар-барымен бірақ қопарыла келген. Артқа бөтенге ешбір алаңы жоқ, кеңесінен басқа тілеуі де жоқ. Міне өсіретін, сүйетін жаңа адам біздің адам. Жолдастарына әбден әсерлі, түсінікті болған мәжілістің аяқ кезінде Рақым даусын өзгертіп, айрықша бір жұмсақ, сезімтал жүзбен: мен кеше Алматыда крайкомда болып, біз істейтін іс, міндеттер жөнінде үлкен басшылық өсиеттер естідім. Дана өсиет, жаңа адам, жақсы адам, біздің тәрбиенің адамы бар. Сол совхоздарың мен колхоздарыңда. Соны таба біл. Тапқан соң баулап өсіріп бастай біл. Алға сүйреп, бойына екпін, қайрат бітіріп, сол адамды жарыққа шығар, көтер деді. Ондай адам еңбегін сүйет, өзіне тапсырылған социалды түлікті сүйет. Сол сүйуін өшіріп алмай, өз басы емес, маңында жарқырататын үлкен жарыққа, төңкеріс жарығына айналдырып үлкейте біл, нығайта біл сол сүйуін деді. Ол адамның еңбегінде бағалай біл. 100 қойға 105 қозы аман сақтаса, биылғы жылдарымызға жететін сый. Содан арғының еңбегін, жаңағыдай адамның өз басын сыйла, еңбегін бағалай біл, тұрмысын, күйін түзет деді. Екі досына қарап отырып: міне, сендер мен істейтін істің мағына, мазмұны осымен шешіледі, ашылады деп білемін. Түсіндіңдер ме жолдастар дегенде: түсіндік деді Несіпбай. Ұғындық, бұдан артық не керек деп Құлжатай бар бейілмен ырза болды. Екеуінің көңілінде бағана Несіпбайдың жас қозылар жөнінде ата бейілі керек, сүйегін ағартып, атпал түлік ету керек деген сөзі енді бір жаңа үлкен мағынамен тереңделген, нық орныққан сияқтанды. Бұлардың өз жайында ата бейілімен, шын дос, басшы мейірімен нық ойлайтын қамқордың барын ұғынды. Ұғынған сайын тіршіліктері қазіргі май күнінің гүл атып тұрған көк майса жарастығындай боп, гүл-гүл жанып кеткен сияқтанды. Осы кезде бұлар аттарына мінісіп еді. Анау өзеннің ар жағындағы жотаға тағы бір шабанның қойы шыққан екен. Бұлар таныды. Еркінбек шабанның қойы. Несіпбай үлкен дос көңілмен қарайды. 100 қойға 119 қозысы бар Еркінбек. Сол және қозылары қандай ірі, дөп дөңгелек, семіз. Ескінің сызында, ізінде басқа теуіп, шын сенімді бағытпен өрге өрлеген түлік сол, социалды түлік. Несіпбай мен социалды жарысқа түсіп жүрген шабан да сол. Құлжатайды Рақым шақпағына қайырды. 2 күннен кейін ауданнан жолдастар келіп, мұның парт билетін өзіне қайтарып біраз ұялтты. Жұматай, Жетпісбай, Шәлтік, ауыл кеңес хатшысы деген ұя. Бұдан бұлай бұл өңірде жоқ болды. Ендігі ауыл кеңесі Әшім еді.